Студент жастардың теориялық білімдерін әмелиятта бекемлеуі ахметлі мәселе. Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтында өткелген пресс-турда Ғалаба ақпарат құралдары уәкілдері оқу орнында осы бағдардағы жұмыстар, сондай-ақ оқу лабораториялары һәм әмелиаториялары менен жақыннан танысты. Дәслепкі репортажымыз Айне осы орнынан таярланған. Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты республикамызда, соның менен бірге Орайлық Азияда өзінің ұзақ жылдық тарихы һәм жоғары мағлұматлы кадрлар таярлау бағдарындағы қадіретларына ие болған жоғары оқу орындарының бірі есептеледі. Қазіргі уақытта институтта 10 факультет, 2 бөлім, 32 кафедра болып, бұлыма 26 бакалавр тәлім бағдары һәм 19 магистратура қанегелігінде 17 мыңнан астам жастар білім алмақта. Пресс-тур давамында институттағы лабораториялар һәм ұстаханалар процесслері менен танысар екенбіз. Технологиялық тәлім кафедрасының оқу ұстаханасында болдық. Бұл ұстахана жамы 70 мың ақш долларына шамалас қаржы есабынан заманауи аспап үскөнелер менен тәмінленген. Бұл оқу ұстаханасының аспазлық, темір һәм ағашты қайта іслеу, тігушілік сияқты бөлмелерінде студентлер теориялық білімдерін әмелият менен бекемлеп келмекте. Temirchilik ustaxonasida har xili o'zimizga kerak bo'ladigan xo'jalik mahsulotlarini ishlayapmiz. Hozirgi kunda faqat temirchilik ustaxonasi bilan cheklanib qolmay, tikuvchilik bo'yicha ham ko'pgina ishlar amalga oshiryapmiz. Keyinchalik yog'och ustaxonalarida har xili xo'jalik kunlarimizga kerak bo'ladigan taxtakashlar, o'tirg'ichlar va yana boshqa narsalar ishlayapmiz. Qiziqqan insonga qiyin emas, chunki men bu sohaga o'zim qiziqqanman va shu bois menga uncha qiyinchilik tug'dirmaydi. Бұл жерде оқу һәм әмелият сабақларынан тысқары студентлер үшін дөңгелек жұмыстары да алып барылады. 100-ден астам студентлер осы дөңгелеклерде бос уақытларын нәтижелі өткермекте. Қазіргі уақытта ұстаханада робототехника бойынша әмелият бөлмесін шөлкемлестіру жұмыстары да көріп шығылып атырғанын қанегелер айрықша атап өтті. Бұл аспап үскөнелер ағашқа іслеу беру ұстаханасы, темірге іслеу беру ұстаханасы, аспазшылық қанасы һәм тігушілік қанасында орнатылған. Бұл аспап үскөнелерден талабалар теориялық білімін бекемлеу мақсатында әмели сабақларда толық пайдаланып келінмекте. Табиғи пәндер факультеті биология тәлім бағдарында білім алып атырған студентлер үшін шөлкемлестірілген оқу лабораториясы медиатурдың екінші мәнзілі болды. Бұл жерде студентлер, магистрантлар, докторантлар һәм профессор оқытушылардың лабораториялық жұмыстарын алып бару үшін Ислам Раваждану банкі қаржылары есабынан 592 миллион сум, сондай-ақ 27 мың ақш доллары мағдарындағы ең соңғы заманауи лабораториялық техникалар һәм аспап үскөнелер алып келінген. Бұл оқу һәм илми лаборатория ханаларымызда соңғы заманауи маркадағы санлы микроскоплар, термостатлар, центрофугалар, микропрепаратлар һәм басқа да һәр түрлі жұмысларды орындау мақсатында тәрезілер һәм басқа да үскөнелердің келуі біздердің профессор оқытушыларымыз, талабаларымыз үшін үлкен жаңалық болды десем алжаспаймын. Һәм бұл оқу лаборатория ханаларымызда хайуан һәм адам организміне тиесілі болған муляжлар біздердің сабақ процесімізде пайдалануымызға үлкен имканиятлар болды. Сондай-ақ осы илми лаборатория ханасындағы үскөнелерден біздер тек қана сабақ процесінде пайдаланып қоймастан илми жұмысты істеуге де үлкен имканият жаратылды. Себебі бұрынлары біздер Ташкент қаласына барып, лабораторияларда ilmi жұмыстарымыз істейтін болсақ, қазіргі күнде еш жаққа бармай, осы лаборатория ханаларда беймәлер жас илімпазларымыз, профессор оқытушыларымыз, талаба жастарымыз өздерінің ilmi жұмыстарын істеп жатырды. Бұл болса өз нәубетінде біздердің һәм уақытымызда, һәм қаражетімізді үнемдеуге имканият болды. Осы имканиятлардың арқасында мен өз ilmi басшым Ажиев Алишер Бақтыбаевич менен біргелікте ilmi жұмыс алып барып жатырмын. Келіп Усманда приборлар менен пайдаланып, сол препаратларды өз қолымызбенен таярлап көрсек те болады. Медиатур давамында Ғалаба ақпарат құралдары уәкілдері өз сұрауларына жауап алар екен. Әрбір орында студент жастардың көлік белгілерін арттыру мақсатында көптеген шариғатлардың жаратылғанының куәсі болды.